Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай 15 минутта дайын болатын жұқанан рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма жазылып, маған қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. 1 стакан жылы суымызға жарты қасық тұз саламыз және аз мөлшерден ас содасын қосамыз. Ас содасын қосу міндетті емес. Егер ас содасын қосатын болсаңыз, қамырыңыз жұмсақ болып піседі және өзінің жұмсақтығын ұзақ уақытқа ұстап тұрады. Көп мөлшерде ас содасын қоспаңыз, себебі жеген кезде дәмі, иісі шығып тұрмауы керек. Қамырымыз жұмсақ болуы керек және қолымызға жабыспайтындай болуы керек. 10 минутқа қамырымызды тындырып қоямыз. Тынған қамырымыз біздің қамырымыздың жайылуына жақсы әсерін береді. Бұл жұқанан көбінесе солтүстік өңірлерде жасалынады. Жасалуы өте оңай, қарапайым және уақытыңызды алмайды. Және дәмі күнделікті біз жеп жүрген бауырсақтан, жеті шелпектен дәмі өзгеше. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен 7 бөлікке бөлдім. Бөліктерге бөліп алып, қалған бөліктердің бетін кеуіп қалмас үшін жауып қоямыз. Видеода көрсетілгендей жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыздың жұқалығын мейлінше жұқа етіп жаямыз. Жұқананымызды тез пісіріп алатын болғандықтан жұқа етіп жаямыз. Жұқалығы жарты сантиметр ғана болуы керек. Қамырымыздың барлығын осылай жайып аламыз және жайған қамырымызды кеуіп қалмас үшін майлықтың үстіне орналастырып бетін жауып қоямыз. Қамырымыздың барлығын жайып алдық. Енді қызып тұрған майға жұқананымызды пісіріп аламыз. Жұқананымызды қызартпай пісіреміз. Бұл жұқананның ерекшелігі басқа шелпектерге қарағанда қызартпаймыз, аппақ күйінде алып шығамыз. Яғни түсі ақ түсті шелпек болуы керек. Майға салғаннан кейін қамырымыздың үстінен осындай шариктер пайда бола бастаған кезде екінші жағына ауыстырамыз. Барлық жұқананымызды пісіріп алдық. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ниеттеріміз қабыл болсын, ас болсын.